Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін осындай керемет, бір жасағаннан керемет болып шығатын, әрі биік, жұмсақ болып шығатын пирожкилердің рецептімен бөлісетін боламын. Ал менімен бірге болыңыздар. Бисмиллах деп суымызды құйып аламыз ыдысымызға. Оның үстінен сүтімізді салып, бізде суымыз жылы су болу керек. Сол массаға келгенше шамалап жылы су істеп аламыз да, тұзымызды салып, бір қасық майонез қостым. Сіздер қоспасаңыздар да болады. Одан кейін ашытқымызды салып, оны да жақсылап отырып, майонезіміз ерігенше араластыратын боламыз. Ұнды ситадан өткізіп илесеңіз, өте керемет болып шығады қамырыңыз. Тығыздығын өз қалпында ұстайтын болады. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Осылайына басы біріккенше осылай илеп алатын боламыз қамырымызды. Шет-шетінің бәрін жақсылап жинап алып, қамырымызды ашытуға жіберетін боламыз. Мінекей, тап-таза болады бізде істесеңіздер. Ашытуға жібереміз да, картошкамызды дайындаймыз. Мен осылай картошкаларды турап дайындап алдым. Піскен картошкамызды үстінен тұзымызды, бұрышымызды сеуіп, жақсылап араластырып отырып пюре жасайтын боламыз. Бізде пюреміз өте әдемі болып шығады. Сіздер үстінен пиязды қуырып салсаңыздар да өте дәмді шығады. Мен тек осы картошкамен істедім. Ал енді біз қамырмен жұмыс жасайтын боламыз. Қамырымыз дайын. Осыдан алып, кішкене аламыз да, осылай орталарынан бөліп, кішкентай зуала жасайтын боламыз. Яғни кішкене күлшелер жасайтын боламыз. Барлығын бірдей қылып осылайынан шетке алып қоятын боламыз. Ұн сеуіп отырып, осы күлшелеріміз жаямыз. Бізде жұмсақ қамыр болғаннан кейін жабысқақ келеді. Ұн сеуіп отырсаңыздар, өте әдемі жайылатын болады. Барлығын шетке алып қоямыз да, барлығын бір келкі қылып жайып алатын боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Өз туыстарыңызбен бөліссеңіздер де болады. Менің контентімнің дамуына өз үлестеріңізді қосып отырыңыздар. Менің каналымда қол жетімді рецептер өте көп. Кіріп қарасаңыздар болады. Осылайынан бас жағын жақсылап отырып түйіп аламыз да, осылай ап қоятын боламыз. Қатты жабыстырмасаңыздар, ажырап кететін болады. Сол үшін қатты жабыстырыңыздар. Жабыстырған бетін астына қаратып қойып қоятын боламыз. Екінші менде осылай салмасын салып, шаншқымен шет-шетін бастырып шығатын боламыз. Болса өте әдемі шығатын пирожкилердің бірі. Мінекей, осылай шаншқының көмегімен басып сәндеп шығатын боламыз. Мінекей, өте әдемі болады. Қазанымызды газға қойып, үстінен май құйып, жақсылап отырып пісіріп алатын боламыз. Екі жағын бірдей қып-қызыл қылып, баяу отта пісіретін боламыз. Қараңыздар, қандай көтеріліп, әдемі болып пісіп жатыр біздің пирожкилеріміз. Сіздерге де жасауларыңызға кеңес беремін. Осылайынан ұстап тұрасыз. Екі жағы толық піскенше осылай айналдырып отырып пісіріп алсаңыздар, өте тамаша, өте әдемі бізде пирожкилеріміз шығады.
мінекей мынау екіншісі. Бұны да жақсылап отырып екі жағын бірдей қылып пісіріп алатын боламыз. Қараңыздаршы, өте көтеріліп піскен пирожкиіміз осылай дөңгеленіп кетеді. Ал бізде пирожкиіміз дайын. Барлығын майын сырғытып алып, ыдысымызға салатын боламыз. Бізде осындай сұлулық шықты. Бізге ас болсын.